Dilek! Basın isteyme ağızda! Не деген намыстар еді, тұрған нәрсе орында тұру керек. О, міне нәски. Әр жерге тастап кете беретін. Өзің жүр. Ұлтса кетіктер! Ақшасын менді! Айшылды! Камерам қош! Ақылға тәңір сәк бар. Май? Айтмас? Ақшасын да дұрым. Оясып кетті. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біздің үйде жаңа жылдық көңіл-күй басталды. Біз жақын арада Дубайға кетейін деп жатырмыз. Соған қазір дайындықты бастап кеттік ғой. Мына Ахом абонаты қара бастық Дубайға кетіп барады. Ма, Ахомдан да айтпаш деймін саған. Қашан кетем саған? Бүткіл атын жаттап алғансыз солар. Бұл сотқанда жеті атаңды білмейсің оны. Маскың қайда? Не маскың мынау? Кетке шығай. Не болды? Шықшайш. Ан жақтың есігін құрттың сен білесің бе? Ан жақтан шыға алмайсың адам. Осық наңғыра. Көрсетпеш дедім ғой саған. Қалай кені? Тұрмайсың ба ұйқыдан? Мұраттарың сендер. О, Ахом, брат, суретке түсіп алға ма? Давай, кел. Что там не істеп тұрсың мына жерде? Брат, айтпақшы, пиццаның ақшасын төлеп жүрсің, бағанадан бері тұрмын. Қанша ма? Алиш! Алиш, кеш, төлеш мынаны ақшасын. О, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, брат, төлеп жүрсің. Сіздерге банк карточкасы арқылы төлеуге болады ма? Бізде перевод еді. Перевод. Мыналардың бағасынан басың айналады ғой? Алише, басың істей ма, келіп тез столға. Менің басым саған тауықтың жұмыртқасымен көрінген жерден тауып алатын. Төлейсіңдер ма, төлемейсіңдер ма? Чотамен, дайынсыңдар ма? Дубайға ұшатын болдық па? Барлығы нормальный, короче. Сағат 8-ге Дубайға билет алып қойдым. Сендер өз билет алып тастадыңдар ма не? Мен әлі дайын емеспін ғой. Мен онда барып қазір билетімді алып алайын. Сендерден бұрын жетіп алып, сосын мен сендерді сол жақтан күтіп алармын. Дубайдан ағыламыз. Лучше осында үйде қалып, жаңа жылға бір дерзкий контент жасамаймыз ба үйге? Жігіттер, қыздар, менің сендерге бар ғой бір жаңалығым бар. Қазір естіген кезде шок боласыңдар ғой. Тыныштық бадар не ол? Қысқасы, бағана мен бір Адель екеумізбен кездестім. Екеуміз алдында Инстаграммен танысқанбыз. Бірақ ол маған бірінші подписаться етті. Бүйтіп жат. Сен что-то қуып кеттің. Короче, Аделя маған по секрету бір нәрсе айтады. Оның Жанель деген сестренкасы бар екен. Жанель 11-ші класста оқиды екен. Кстати, осы жылы карантин болғандықтан олар ент-ны онлайн тапсырады екен. Ту, дарын, сосын? Сол Жанельдің Қадырбек деген жігіті бар. Қадырбек бургерінде официант болып істейді. Кеше ол как обычно жұмыста отырса, жанына бір екі бандитке ұқсайтын жігіт келіп отырады. Екеуі бір бургер и картошка фри. Тез әкеш деп айтады. Фрида сырын соуспен заказ береді ғой. Бірақ та маған лично сырын соус ұнамайды. Фриді кетчуппен жеген күшті ғой. Қуып кеттім жігіттер. Сол Қадырбек жаңағы бургерді апаруға барады екі жігіттің жанына. Сөйтсе, олар біздің стористерімізді көріп отырады екен. Басеке, менде бір мықты идея бар. Қандай? Ана блогерлер бар ғой, жаңа жыл тойлауға Дубайға кетіп барады екен. Дубайға? Соны пайдаланып үйін тонап кетейік. Қойшы, сонда біздің үйді шынымен тонауға келе жатыр ма не? Сонда бірінші жігіт айтыпты. Онда бүйтеміз. Ертең тексеріп үйлеріне барамыз. Олар натуре Дубайға кете ма кетпей ма соны тексереміз. Кететін болса, шапыдақ қой бауырым.
ассалаумағалейкум сақчан бәрін бар ғой, сен айтқан натуре шын болса бар ғой, ну прям ка естен келіп біз тексеретін еді осы жерде. натуре дуға кетіп қалдым ба? мына сол ұрылар келген сияқты. Не істейміз? Мүмкін полиция шақырамыз, а? Так, менде бір идея бар. Бастық, нема біз кімбіз вообще? Сосын газеташы. Кім деп айтамыз? Полициям деп айтасыз, полиция. Сізге, полиция ұқсап тұрсың, киімге қара, тауыңа қара. Тұрсың ба? Баш жаңа. Полиция ұқсап тұрсың ба? Иә. Здрасте. Аға лейтенант Нұрболат Қанаев. Бұл үйге ориентировка түсті. Түсінбедім. Мән бермей ақ қойыңдар, ол антисептикке мас болып қалды. Біз үйлеріңізге келіп едік, жаңа жылдың несіне орай, қарсаңына орай антисептик сеуіп, дезинфекциялап жасап, бола ма? Рұқсат па? Кірсек? Все, хорошо, кіріңіздер. Так, балдар, бізге дезинфектор қонағымыз келіп қалды. Ас болсын. Елдерің күшті екен. Ана, не, жаңа жылды осына күтейін атсыңдар ба? Қазір олар біздің үйге тексеріп келеді. Сол кезде біз Дубайға кетеміз деп айтамыз. Қойшы, олар бандиттар ғой, одан да полиция шақыра салайықшы. Иә, олар біз тонайын деп келіп тұр, не үшін біз Дубайға кетеміз деп айтамыз? Төу, просто маған сеніңдерші. Оларға беспалево айтуымыз керек, чтобы олар подозрение ұстамау үшін. Дубайға барамыз. Иә, бүгін біз Дубайға барамыз. Үйде ешкім жоқ. Үйде бағалы зат, анау-мынау алтындар қалайын деп тұр. А че назад не үшін? Коронавирус табады. Қалай табады? Вирус табады. Басында коронасы болса. Біз мына жерден көрсетейік. Тауық. Тауыққа фобиям бар ма? Ал мынау біздің бөлме. Кешірерсіз. Ана, алтын бағалы заттар сейфтер қай жерде тұрады? Именно вирустар бар, сол жерде тұрады. Шашу керексіз. Сондай жерде тұра ма? Міне, біздің алтынның барлығы осы жақта сақталған. Жүріңдер көрсетсем. Міне, біздің ең қымбат нәрселеріміздің бәрі осы жақта сақталған. Кіріп жүрсек болады ода? Кіріп жасай берсеңіздер болады. Қымбат екен. Болды ма, осы ма тек? Біз ана вирус барлық жерлерге жасамыз тек болды. Все, рахмет, вируста жоқ екен. Ешкімде. Жақсы, сау болыңдар, амандықта. Все, давайте. Если что, келіп тұрамыз. Что, вирус жоқ, ема? Нормально. Короче, біз бүгін Дубайда отмена жасаймыз. Біз осында қалып, үйімізді сақтап қалуымыз керек. Ол ұрылар үйге кірген кезде біз оларға ловушка жасаймыз. Один домада кино сияқты бар ғой, солар сияқты ловушка жасаймыз да, оларды ұстап, видеоға түсіріп, ютубқа салып жібереміз да, болды. Рек тренд біздікі.
Бастық өте жирная добыча. Осы ит тонасақ, 1 жыл бойы демалып жүруге Андай бриллиантовый аяқ киім бар еді. Сосын андай Луи Виттон, Гуччидің аяқ киімдері бар. Гуччи, бұл баққан не істейсіз? Не істейсіз? Ақымақ. Отпечатки пальцев не істейсіз? Бастық. Салып қойын бұтыр. Бүйтіп жүру керек қой, бүйтіп. Түсін бе? Жауа, бастық сен кәдімгідей умайсың ғой кәдімгідей. Мананы киіндір. Бол. Біз байымыз. Жеттік давай. Көтер ана бал. Бір балға ие болмайсың, өзің құлап қалып жүрме! Бастық! Бастық өзімі ауратқан не болады? Тұр кетті. Давай, бастық! Айттым, осы лауышкін қойғаныңыз дұрыс болып. Мына жерде екеуі қазір бөлінді. Бадөлікке айт, дымауышкын тастай берсін. Бастық! Есік ашық түрген жақта. Бастық! Бастық! Мен сіз осылай өлемін ба енді? Бастық! 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 Сонда осылай етем ба не до конца жарымай. Апашкин аяқ киімі жүр ғой. О, Тәңірім! Кешіре гөр мені, Тәңірім! Тәңірім, кешірші мені. Бек кеттім ба сонда. Тәңірім! Мен осылай... Кешіре гөр! Мен өзі сол жақтамын ба! Тағы қыстырады ма не?
Құлайын бәрін ұрлау керек қой бізге бастық. Жүр. Бәрін быт-шытын шығарамыз. Біз келатыр. Ұстап аламыз. Бәрімін да. Ұрлық түбі, қорлық түбі, қоралық. Иә саған. Бәрін тонамыз, бәрін. Ne? Ағон бауырым, ағон. Кешірсін, мына кісі мені жастарбет еткен ағон. Мен сендер сыйлайын, брат. Өтініш. Брат, өтініш. Жалынбай. Жалынбай. Ағон, мен сені қараймын, ағон. Мен сені историяңды үзбей қараймын. Сенің де бәріңді. Өтінем, полицияға айтпай қой. Айтыңдар полицияға! Ағон, өтінем, пожалуйста, ағон. Жігіттер, ұрлық түбі, қорлық, білесіңдер. Ал қазір біз полиция шақырамыз. Жоқ, ағон, 2 мысығым бар, аяш 2 мысығымды. 2 мысығыңа да, басқасына да. Ағон! Өтініш, Сағат уже ровно 12 болды. Жаңа жыл уже. 12? Иә. Жаңа жыл кеп қалды, жігіттер. Не істейміз? Кешіреміз ба? Кешіреміз ба? Кешірек. Онда бұларға сыйлықтарымызды берейік. Сыйлықтар керек емес. Мынау сендерге жаңа жылға сыйлықтар. Мына мысығыңа. Бастық. Жіберіп жатыр ғой, бастық. Ал енді біз сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз!
бірге жиналған дос ортада бірге бап ойды қосты жұмыла саған қызық болса егер қабылда көңіліңнен шыққаныз кішкене шыда жаңа өмір қалайды жүріп сұрап былай арманыңа жетесің сені білсең солай уайымдама досым жаңа өмір алда осылай көңіл кең қалай құпия болған бұл жағдай сезім оның оп-оңай әдемі күндер еске жыл сағынып келмейді күндер ай құпия болған бұл жағдай сезім оның оп-оңай әдемі күндер еске жыл сағынып келмейді күндер ай Ажайыпты толы айлы түн әдемі болып бұл жыр шатыр шапалақтап қарап сәне жоғары да түскен нұрды күн бұл жаңа жыл бұл жаңа жыл бұл жаңа күн бұл жаңа күн бұл менің әлемімді ұқсамайды ешкімге құпия болған бұл жағдай сезім оның оп-оңай әдемі күндер еске жыл сағынып келмейді күндер ай құпия болған бұл жағдай сезім оның оп-оңай әдемі күндер еске жыл сағынып келмейді күндер ай бастық күшті видеоға түстік кеше бізге сыйлықтар берді кәдімгі күшті болып кетті айтпама ешқандай сыйлық керек емес па түсінесің ба